Assalamualaikum, hörmətli ағайын, қуанышқа қуанып, құтты болсын деп құтты қадам басқан аса мәртебелі бүгінгі Беташар тойының құрметті қонақтары. Келін келді дегенде қуанғаным төрт ұмтылып орнымнан тұра алмадым. Қосағым мен қосағар берер батам, құтты болсын екеу болып құрал. Қосағасын алдына соқсаңдағы перзент сүймей адамның мейірі қанбас деген. Бүгін перзентті екеу өтіп, алтын қосағаға келін түсіріп, әдемі қуаныштың куәсі болып отырмыз ағайын. Тойдың несі артық, тоқай басар, ел артық. Ойдан ойдың несі артық, орай басар, сөз артық дейді қазақ. Алла деп сөз басайын айғаяға, ақ қарасын, ей ниеттің алла білер ақ қарасын. Үсіміне деп ағайын бет ашайын, бересіңдер біткеннен соң ақ бағасын. Әуелі түмәнге салып келіп тұрмын, ақ келінің ақ қосаға аттағасын. Бір керемет Беташар той басталды, сарқытын осы тойдың сақтағасын. Сіздердей сиялы еркеліп отыр, тектіліктің тұлпарын баптағасын. Бәріміздің ниетіміз бір болып тұр, асқат жанға Алладан бақ қарасын. Бір ұлдарың екеу болып жатқан шақта, қуанғаннан жарылуға шақталасын. Ай сұлу әсері келін келген кезде шағаладай шарқырып шаттанарсың. Бұл Беташар болады ма? Шанышқылы ені шуылдап шапаға бұрып жатпағасын аяға. Қадамың құтты болсын аяға. Келін дедім, өселіңде ерге өскен керім бедің. Келін болып түскен елмен таныстырам сәлемін, бір ақ келін ерінбегін. Ата-анаңның ақ батасын алып келдің, ақтайынды ақ енеңнің сенімдерін. Қиын менен жеңілі қатар жүрген, қиын келсе өмірде жеңілмегін. Біздің асқат қатты сөйлеп қалса, төркініңе қайта шегінбегін. Түрік кәріс Индияның сериалын көремін деп телевизор алдынан көрінбегін. Осы жерін дұрыс айтып атым ба? Аллаға сансыз шүкіріміз айтайып, екеу болды өріп отқан өрімдерің. Ал кәнекей ағайын қол соғайып, үйленді ғой бүгін шіркін тайлақтарың. Денсаулығы шынында мықты болсын, әр басқан қадамдары нықты болсын. Құдай қосқан қосағым мен қосағарып, тамыры терең кеткен төпті болсын. Асқатқа да бір жақсылап қол соғайып, тарақтылардың қорасына кіргені құтты болсын айғаяға. Албастайын бісіміне шаруады, қосылған соң жас жұбайлар ару әдім. Босағадан дәметіп жатқан болар, өтіп кеткен бабалардың әруағын. Самихулла атаңыз өткен еді, бүгінгі ұрпағының әнұранын. Қуаныштай нағашы атаң өтті, өмір сүрген мәнді де бағын алым. Бұл өліктен өткен әрбір ата бабам, өмір сүрген мәнді де бағын алым. Үсілмейтін үйден қонағым, көрсен келін көңіл толады. Сенің едің ал сенің едің, самая қышқа ене болады. Сенің едің ал сенің едің, бәрінен де супер болады. Ақ келінің пейілі ақтан болсын, әсері келін ел жұртқа мақтан болсын. Асқаттай ұлыңменен бақытты болып, қос елге шұғыласы шашқан болсын. Ақ келінің қадамына құтты үлесіп, оң аяқпен қадамын басқан болсын. Алла жазса, бір асқатың оң болып қой, оғылды әсері келін тапқан болсын. Бәрін айтта бірін айтпе ағайын, біздің келін өз енесіне тартқан болсын айғаяға. Ал ендеше келін жан, келіп отыр нағашың. Ал нағашың келгенде көңілдерін табасың, төрдің орын саласың, ағалғысын аласың. Айналайын айғайын асқат жанның нағашысын. Айналайын келін жан, айналайын келін жан. Нағашыңды бастайды, нағашыңды бастайды. Ай, құрметтесең нағашыңды ырыс берерге қашпай
Өлгәлек айналайын ағайын, кәні қошеметті жақсылап солып тұрғын ағайын, ой келіп тұрған үлкен кіші көрімдігін алайын. Мен де сірә еттім-ау, қателесіп кеттім-ау, десе де мынау ағайын біраз жерге жеттім-ау, бірінші бастап айтадың. Ақсақалды атаң бар, бастан кетпес батаң бар, айналайын келінжан, айналайын ақсақал атамнан мынау бастайын. Ал ендеше келінжан, сәлеміңді сала бер, ақ батасын ала бер, айналайын ақсақал атамызға ағайын қошеметті таға бер, ақ батасын бергенен, сұлу сөзін тергенен, бүгін мені еліңе құтты болсын деп келгенен. Жүрегінде иманы, төрінде отыр мейманы, ал ендеше айдардай ақсақалға бір сәлем. Жақсыларды үлгеткен, қуанып мынау күндеткен, Фарида әпкеме бір сәлем, қарны аштай қарады мен сүзіп келді. Ой, қызмет жасап жүршілді сені келеді дегеннен Құдайға шүкір күндеткені, сондықтан да келінжан жүрген келін күлдеткені. Айналайын келінжан, Фарида әпкеге бір сәлем. Ал енді келіп сала беріңіз Фарида әпкемен келем. Артына жүрген қарады кімден қарыз алады десек. Үндемесе ғабиттай ағамызға барады, шанасымен де кетіпті сүңғасын барып алады, қолын шіркін салады, қанша шіркін алады, бір жақсылып ағайын қошеметін ағады. Ал келеңдер келінжан. Мә әкесін теңге деген еміз. Келі сәлем зап қойыңыз, Фарида әпкесіне бір сәлемді неге. Ал аман келді ағамыз, қошеметті қағамыз, келін сәлем саламыз, елге келген еселі, маңдайында бағы бар, Құдайға шүкір беселі, құрметтесен аманды, абыройың өседі. Ал ендеше келінжан, сәлеміңді сала қой, аман келді нағашың келе жатыр, мінеге еліңе сыйды еңселі. Ал кәнеке келінжан, сәлем салсаң құрметке мақтан берсені. Ойбырмай маған кеп жатыр, теңге ұқсамайды, ақшасын долы салайын деп жатыр. Ағындар солай тербеуші, құрметпен абырой өрлеуші, алматылықтар кесе қуанып қалап Шымкенттікке доллар бермеуші. Сондықтан да келінжан, аман келді ағамға, енді келінжан, сәлемі мынау салама, айналайын ағайын қошеметін қарама, құрметке жүрген қалама, келін бір сәлем, ақ сәлем салама, аман келді көкіңізге бір сәлем. Ой, биік болған жартасы, абыройың ортасы, аман келді ағамның Құдайға шүкір осының болып жатқан біраз нәрсе арқасы. Енді айтамын келінжан, ал ендеше келінжан, келгендерге бір сәлем. Сәлем салсын. Келе алмай қалғандарға бір сәлем. Ақша салғандарға бір сәлем. Ақша салмайсақ ойнап отырғандарға да бір сәлем. Сәлемді жолдадыңыз, сәлеммен ашылады болмағыңыз. Екі бүктері сәлемді сала берсең, кейін оңай болады дейді ғой, толғағыңыз деп естігенді айтылатынмын. Ал қазіргі ағайын, келінге бір шапалақ ұрып қойыңыздар, құтты болсын кәнекей. Келіннің бетін кім ашса сол ыстық деген қазақта сөз бар. Бірақ келіннің бетін кім ашса соған ұқсайды дегендер бар екен да. Мен аша берсем болады оқытқан деген. Бірақ келіндеріміз күні тойға кеткісі келіп тұрады. Одан да өзінің енесі ашсын, өзінің енесі сияқты болсын.